еліміздің көптеген аймақтары тілсіз жау су тасқынынан зардап шегіп жатыр. Осындай қиын күндерде су басқан аймақтарға демеу болып, отандастарымызға көмек көрсету мақсатында Өскемендегі Назарбаев зияткерлік мектебі «Біз халықпен біргеміз» атты қайырымдылық акциясын өткізіп, 1 тоннаға жуық гуманитарлық көмек жіберді. Мектеп ұжымы ата-аналары мен оқушыларының белсенділігімен аз ғана уақытта гуманитарлық көмектің ішінде зардап шеккен жұртқа қажет азық-түлік, гигиеналық заттар, киім-кешек, көрпе-төсек, аяқ киім сынды жабдықтар жиналған. Бірлігі жарасқан елдің жанашырлығы сыналар шақта мектеп еріктілері белсенділік танытып, заттарды сұрыптап, жиналған гуманитарлық көмекті арнайы жүк көлігіне тиеп, Достық үйі қоғамдық келісім орталығында ұйымдастырылған пунктке аттандырды. Осылайша зияткерлік орта қауымы халықтың күші бірлікте екенін тағы бір мәрте дәлелдеді.